Ал енді осы мәселе бойынша білім тақырыбын ары қарай жалғастырсақ, өздеріңіз білетіндей біз қазір қонаққа, студиямызға арнайы қонақ шақырып отырмыз. Қоғамдық маңызы бар бастамаларды дамыту қорының төрағасы Ермек Мәжитовті шақырамыз. Сонымен қайырлы таң Ермек аға, ассалаумағалейкум. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Мереке құтты болсын. Ассалаумағалейкум, Ердана. Саламатсыз ба, Диана? Танысқаныма қуаныштымын. Өте қуаныштымын де. Таныңыз қалай атты? Көңіл күйіңіз жақсы ғой? Жақсы, керемет. Сұхбат беруге дайынсыз ғой? Ендеше бірінші сұрақты қояйын. Қазақстан мұғалім ұлттық сыйлығы биыл 3-ші рет өткелі жатыр екен. Негізі жеңімпаздардан бөлек сіздердің қорларыңыз ауыл мұғалімдеріне қолдау көрсетеді ме? Рұқсат болса, қайырлы таң қазақ елі. Бүгін өздеріңіз білесіздер, радио күні және қарттар күні. Сол радио саласында жұмыс істейтін қызметшілердің мейрамы құтты болсын дейміз. Сонымен қатар қарттар күні деп отырмыз, сол үлкендеріміз аман болсын деп бастайық. Енді Қазақстан мұғалім ұлттық сыйлығы Қазақстанда 3-ші маусымы өтті, өткен жұмада. Бұл жоба негізі әлем мұғалімі жобасының аясында Қазақстанға келген жоба. Бұл жобаның негізгі мақсаты, өздеріңіз білесіздер, 2019 жылы президенттің жарлығымен заң қабылданып, мұғалімдердің мәртебесін көтеру мақсатында мемлекет тарапынан көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Соның аясында біздің қордың да қосып жатқан үлесі деп есептейміз. Бұл жоба 2019 жылы Қазақстанға келіп, біздің құрылтайшымыз осындай Қазақстан мұғалім ұлттық сыйлығын тағайындайық. Біздің мұғалімдер де әлем деңгейіне көтеріліп, сондай марапатқа жетсін деген мақсатпен жасалынып отырған іс-шара. Енді осы Қазақстан мұғалімі болу үшін жаңа қатысушы мұғалімдерге қандай талаптар қойылған? Негізі қатысушы мұғалімдерге ол қатты талап қойылмайды. Өйткені ең негізгі талап ол мұғалім тек қана мектеп аясында ғана мұғалім емес, сонымен қатар қоғамда да мұғалім, ол сол қоғамға қандай жұмыс жасап жатыр қоғамда, болашақ жастарды тәрбиелеуде, солардың мәдениетін көтеруде, сосын әлеуметтік қандай жобалар жасап жатыр. Сол негізгі мақсат, критерий дейміз ғой, соған байланысты іріктелінеді. Енді мұғалімдердің дипломдары, сертификаттары, жеткен жетістіктері, ол мысалы мемлекет тарапынан жасалынып жатқан әртүрлі іс-шаралар сондай баға берсе, біз негізгі осындай қоғамдағы мұғалімдер рөліне баса назар аударасыздар ғой. Енді мемлекет жағынан қолдау демекші, жақында осы ауылдағы мұғалімдерге грант бөлінеді деп естідік. Осы жайлы тарқатып атап өтсеңіз. Енді мына мұғалімдердің күніне арналып отырған бағдарлама бізде өз тарапымыздан бұл күнге қаңтардың жыл басынан бастап дайындаламыз. Енді осы биыл еліміздің егемендік алғанына 30 жыл болып отыр. Осыған орай жыл басында ойланып, қанша грант бөлейін деп жатсыздар, қанша қаражат жұмсалады деген секілді. Эфир уақыты шектеулі ғой, білесіз. Енді осы жоба аясында 30 грант бөлінейін деп отыр. Ол негізінде ауыл мектеп мұғалімдеріне. Бұл негізгі бөлінетін гранттар. Әр гранттың қаражаты қанша? Ол жете ме мұғалімдерге? Енді бұл гранттар негізі мұғалімнің өзіне емес, мұғалімнің жаңағы арқасында мектепке келген инвестиция деп қарауға болады. Ол әлеуметтік жобаларға жұмсайды. Мысалы, мектеп аясында түрлі жобалар іске асырады. Бірақ сонда сомасы қанша? 1 миллион теңге әр ауыл мектебіне бөлінеді деп отырмыз. Енді осындай 30 гранттың біреуін алу үшін мұғалімдер мұндай болу керек. Осындай тапсырыс жасау керек деген секілді бар. Ол енді мысалы біз жаңағы Қазақстан мұғалімі жобасын жүргіздік қой. Әр еліміздің әр түкпірінен мұғалімдер қатысты. Сол үздік 10 анықталды. Бірақ үздік 10-ға ілікпей қалған мұғалімдер бар ғой. Сол мұғалімдердің арасында біз 30 ауыл мектептерін таңдадық. Енді бұл
осы гранттың дұрыс жоспарланып ары қарай жұмсалуы немесе жаңағы парамен, бармақ басты, көз қысты деген нәрселермен бөлініп кетеді деген секілді бақылау бола ма? Иә, әрине болады. Бұл тек қана біздің қордың тарапынан емес, сонымен қатар біздің бас демеушіміз Самұрық қазына қорынан, сонымен қатар азаматтық бастамаларды қолдау орталығының аясында ұйымдастырылып отырған жоба. Бұл жобаға 10-нан астам сарапшылар қатысқан, ашық түрде осы қатысқан мұғалімдердің арасында іріктелініп алған мұғалімдер, сонымен қатар кеше ғана сол мұғалімдердің бәрімен жаңағы Zoom кездесуі өткізіп, барлықтарынан сүйіншілерін сұрап, қуантқан жағдайымыз бар. Сондықтан да бұл ары қарай қалай жүзеге асатыны жаңағы ақпаратты түрде таралып берген. Расымен де бағдарламамызға келіп пайдалы ақпарат бергеніңізге алғысымыз шексіз. Күніңіз сәтті өтсін. Рахмет сіздерге. Жақсылыққа толы болсын.